Армысыздар қадірменді көрермендер, үрей тудыратын бейнероликтерге толы жантүршіктер әлемінің кезекті саны. Сіздерге кей адамдардың қателігін бейнероликпен көрсетпекпіз, қайталап жүрмеңіздер. Ескерту, бағдарламаны жүрегі мен психикасы әлсіз және 18 жасқа толмаған балаларға көруге тыйым салынады. Тұрмыстық жағынан өте нашар, өмір сүруге қолайсыз кір-қоқысқа толы мекендер әлемнің түкпір-түкпірінде бар. Бірақ осыған қарамастан онда мекен етіп тіршілігін жалғастырып жатқан адамдардың саны мың, тіпті миллион. Сөзімізге дәлел ретінде әлемнің ең кедей лашық аудандарының топтамасын ұсынамыз. Мумбай Үндістандағы ірі қаржылық әрі экономикалық орталық болғанымен, мұнда да лашық деп сипатталатын біршама кедей аудандар бар. Осындай аймақтың көлемі жағынан ең үлкені Дхарави. Ертеде бұл жер қайың ағаштарына толы ну орман болатын. Уақыт өте келе көң қоқыстарға толған Дхаравиде әлеуметтік жағдайы мүшкіл адамдар тобыры мекен ете бастайды. Қазіргі таңда мұндағы тұрғындар күн сайын жан-жақтан келген қоқыстарды қайта қалыпқа келтіру жұмыстарымен күн көреді. Фавелы, Бразилия. Бұл лашық аудан осы елдегі Рио-де-Жанейро және Сан-Паулу секілді қос ірі қаланың маңындағы таудың беткейінде орналасқан. Мұнда инфрақұрылым деген түсінік жоқ, ал қылмыстың белең алу деңгейі өте жоғары. Белгілі болғандай, лашық толықтай наркобарондардың қарамағында. Есірткі тасымалдаушылар мен полиция қызметкерлерінің арасында қарулы қақтығыстардан жергілікті тұрғындар жиі зардап шегеді. Сондай-ақ бұл лашықтың жанынан өтсеңіз, нысандардың үстінен суық қарулы адамдарды байқайсыз. Кибера, Африка. Қарақұрлықтағы ең үлкен лашық аудан Кения астанасы Найробиде орналасқан. Қазіргі уақытта мұнда қос бірдей су құбыры қолданысқа енген. Яғни тұрғындар ауыз суды тегін емес, әрбір 20 литріне 3 шиллинг төлейді. Ал қаражат жағынан мәселе тапқандар Найробидегі арнайы су қоймасына баруға мәжбүр. Осы жерден қалағанша су алып, тіпті жуынып, кірлерінде жуа алады. Жерасты құбырларының орнын мұнда күніге қоқыс толып қалатын жай ғана қазылған орлар алмастырған. Джакарта, Индонезия. Бұл ел өмір сүру жағынан екі түрге бөлінеді. Аспанмен таласқан зәулім ғимараттарға толы қала мен Джакартаның лашық әлемі. Мұнда да өзгелері секілді жерасты су құбырлары жоқ. Тіптен жарық жиі болмай, тұрақты транспортта қызмет етпейді. Ал басты мәселе таза ауыз судың қолжетімсіздігі. Осы жерде мекен еткендер Джакарта жанындағы Бантар Гебанг атты елдегі ең ірі зауыттардың бірінде қоқыстарды сұрыптаумен айналысып күн көреді. Манила, Филиппин. Аталған қала Филиппин елінің астанасы. Халқының 20% лашық аудандарды мекен етіп, бұл көрсеткіш жыл сайын артып келеді. Қаладағы үлкен бизнес орталықтары мен кедей аудандардың арасындағы айырмашылықтар өте қатты байқалады. Ал әлемдегі ең ұсқынсыз квартал Филиппиндегі Навас лашық ауданы. Мұнда адамдар амал жоқтықтан дәл қорымдардың жанынан қоныс тепкен. Жан-жақтың бәрі қоқыс, өлексе мен мәйіттердің қараусыз қалған денелері. Және айналасын үлкен су құбырлары қоршап жатыр. Мүңкіген жағымсыз иістер мен сыртқы көрінісі адам баласының жүрегін айнытарлық. Мұнда аяғыңды аңдып баспасаң, мәйіттерден көз ашпайсың. Өлген адамдарды табытқа салып, үйілген қоқыстардың қатарына осылай қосатын көрінеді. Сұмдық. Енді дәл осы Навас аймағының қаншалықты өмір сүруге қолайлы екендігіне бір үңілсек.
Ұялы телефондар қазіргі уақытта бұл технология біздің әлеуметтік өміріміздің айнымас бөлшегі. Бірақ оның кейде біз үшін аса қауіпті дүние екендігін ойлай бермейміз. Неліктен дейсіз бе? Онда ажалы ұялы телефонға тікелей қатысы бар 5 трагедиялық оқиғаны көріңіз. 2015 жылдың 19 ақпаны күні ауруханаға бір бойжеткеннің демалуы қиын деген қоңырау келіп түсті. Ақ халаттылар келіп реанимация жүргізген сәтте оның дүниеден озып кеткенін айтады. Марқұмның көршісі оны тауып алған сәтте ваннада жатқанын және қасында өзінің iPhone 4 смартфонының тоқ көзіне қосулы қалғанын жеткізеді. Белгілі болғандай, жан тәсілім еткен қыз үнемі ванна қабылдар сәтте телефонын алып жүреді екен. Әлеуметтік желіге байланған сонша достарымен үнемі хат жазып отыратын көрінеді. Полицейлер оны тоғырып, көршілерді айқайлап шақырмақ түгілі қозғалуға шамасы келмеген деп болжайды. Басында демі орнында еді, дәрігерлер жетем дегенше қаза тапқан. Қытайда телефонды әжетхана шұңқырынан шығарам деп 2 адам қаза тауып, 4-еуі зардап шеккен. Бұл инцидент Хэнан провинциясында орын алды. Су жаңа телефон алған әйел әжетханада оны түсіріп алады. Осы себепті бағасы шамамен $320 құрайтын смартфон үшін шұңқырға түскен оның күйеуі мұндағы иістен бас айналып ессіз күйге түседі. Артынша оны құтқарам деп ұмтылған анасы дәл ұлының жағдайын қайталайды. Одан соң кінәлі жанның өзі, қайнатасы және қос бірдей көршісі ойланбастан құтқару үшін шұңқырға беттейді. Жақын маңдағы көршілері бұл жайтты естіп, ішке арқан лақтырып сыртқа шығарады. Нәтижесінде ауруханаға жеткізілген күйеуі мен анасы ес-түссіз тіл тартқан екен. Қалғандары госпитальға ұшынған деген диагнозбен жеткізіледі. Ал телефонды сол күйі ешкім таба алмаған. 2007 жылы Қытайда аккумуляторлық батареялы телефонның жарылысынан кісі қаза тапты. Ол Ланчжоу қаласындағы металлургиялық зауыттардың бірінде қызмет ететін небәрі 22 жастағы азаматтығын. Куәгерлердің айтуына қарағанда, жұмыстың қызған уақытында марқұмның үнемі сол жақ кеудесіндегі қалтаға салып жүретін ұялы телефоны кенеттен жарылысқа ұшырайды. Дереу келіп жеткен жедел жәрдем қызметкерлері оны құтқаруға барғандығын айтқанымен, ауруханаға жетер жолда жан тәсілім еткен. Бұл жарылысқа басты себеп ауа температурасының жоғары болуы деп жорамалдап отыр. Сондай-ақ батареяны өндірген компанияның қателігінде екендігін де алға тартады. Ал келесі жайт жақында ғана орын алған 2016 жылдың 6 қаңтары күні. Телефонынан көз алмай айналасын ұмытқан мына бір қытайлық қыз байқаусызда арнаға түсіп батып кетеді. Трагедиялық жағдай Вэнчжоу қаласына таяу ауылдардың бірінде болды. Бұл бейнені сол маңайға орнатылған бейнекамера түсіріп алған екен. Байқағанымызда 28 жастағы қыз ақырын жүріп келіп шетіне жеткендігін байқамай қалған. Судан шығуға ол 1 минуттай уақыт тырысқан екен. Бірақ әлі құрып су қойнауына аттануға мәжбүр. Хакаси тұрғыны телефон үшін кісі өлтірді. Бұл оқиға 2014 жылдың 30 наурыз күні болды. Екі жігіт өзара келісе алмай пәтерге барады. Белгілі болғандай, олардың бірі екіншісінен телефонын тартып алған. Алдымен еш ұрыс-керіссіз қайтаруын сұраған иесін бұзақы соққыға жығып қарсы екендігін білдіреді. Аяғымен басынан және кеудесіне соққы жұмсаған екен. Есін жоғалтқан мүлік иесін пәтерде тастап кеткен соң алған жарақатынан ол келесі күні ауруханада қайтыс болады. Құрметті көрермендер, ұялы телефонды пайдаланар сәтте айналаңызға қарап сақ жүріңіздер. Бұл серігіңізбен кішкене уақытқа болса да алыстай білсеңіз тіптен жақсы. Бастысы ұқыпсыздық танытпаңыздар. Әрбір жерде дөрекілік танытатын жандарды көзіміз шалатын сәттер жиі. Кейде тілінен тауып, таяқ жеп жатса, басқа бір сәтте өзгені соққының астына алып жатады. Төбелес мекен талғамайды. Қай кезде жанжал шықты, арты оңай болмайды. Мұндай жайт қаладағы дүкендердің ішінде де орын алып жатады. Ашуға булықпай, сабыр сақтағанымыз дұрыс. Сондай сәт мына бейнеде. Қарайық. Бұл жерде кім кінәлі? Анықтау біздің іс емес әрине. Дегенмен затын алып шығып бара жатқан жандарға тіл тигізген сықылды. Екіншісі ашулы. Серігі шықпаған соң арашалауға келген болар. Өзі де кірісіп кетті. Екіге бір ме? Бұл әділетсіздік қой. Мұндай сәтте жұрттың мазасын алмай сыртқа шыққан дұрыс болар еді.
Мына жігіт таяқты әбден сағынған секілді. Кім көрінгенге тиісіп тұрған бар кінә өзінен секілді. Көрінген жерді ластай бермей сәл сабыр сақтайық. Жануарлар әлемі өмір үшін айқастың айқын көрінісі. Тірі қалу үшін тек мықтылар ғана өз шамасын көрсетеді. Сіздерге жануарлар айқасының 10 әсерлі сәтін ұсынбақпыз. Қабылан мен жабайы қабан. Өз жемтігін аузына басқан қабылан мынадайды күтпесе керек. Серігін құтқаруды ойлайтын қабандардың әрлі-белі жоғары жылдамдықпен жүйткіп, оны мүйізбен сүзіп өткен сәттері назарларыңызда. Арыстанның керікке шабуы. Аң патшасының тобыры өліп жүрген басқа аңдардан гөрі жирафты дұрыс санаған ау. Осыншама ет үймелеген жыртқыштарды бір тойдырары анық. Дегенмен олар қатты қателесті. Бойы 4 метр керік еш мүмкіндік берер емес. Арыстандар тұяқтың жойқын соққысына ұшырамағандығына қуанулары қажет. Ашулы өгіз жылқыға қарсы. 2012 жылы Испаниядағы коридалардың бірінде бұқа бостандыққа шығып, кенеттен жолдағы жылқыдан бару үшін алғандай сүзгілеуге кірсе. Айналадағылар тек тамашалап қана тұр. Піл мен бизон. Қалқан құлақтар әлемдегі ең тыныш жануар дерсіз. Дегенмен сіз мынаны көріп бұл ойыңыздан танарсыз. Бұл жануардың неліктен ашуға булығып, кіп-кішкентай бизонның төліне неліктен шабуыл жасағаны түсініксіз. Мүйізімен жаншып, өзінің тонна салмағымен мыжғылайды. Тек демсіз денесі қалған тұста ғана оны еркіне қоя бер. Күзен және шағала. Судағы күтпеген айқас. Сүйкімді деп күткен жануарыңыз шағалаға еш мүмкіндік берер емес. Тісін батырып жіберуді еш ойламайды. Нәтижесінде шағала қанатынан жарақат алып, ұшу оған басты мәселе болған жайы бар. Ал күзен берілгісі келмейтіндей. Скалопендра тарантеллаға қарсы. Әлемдегі ең жүксұрын жәндіктің бірі скалопендра. Ұзындығы 30 см болатын мына қырғаяқ өз жолдағы қарсыластарын жайпайтындай. Өзіне сенімді келеді. Кенеттен алдынан шыққан тарантелланы орап алып тісін батырды. Енді бүйені ауыр да азапты өлім күтіп тұр. Қара мамба мен мангуст. Білесіздер ме, қара мамба жылан тектестерінің ішіндегі ең уыттысы. Оның уына адам баласы шыдай алмайды. Ал мына бір сәтте оған қарсылас атанған мангуст ажалмен ойнағандай кейіпте. Мұндағы басты дүние реакция. Кімде ол мықты, сол жеңіске жетеді. Қателескен жыланды мангуст азыққа айналдыра алды. Тиін жыланмен айқаспақ. Мына бір бейнеден тиін неге жаңғағын жеп тыныш жүрмейді деген ойда қаламыз. Отпен ойнағандай болып көрінеді әрине. Дегенмен өзіңе сенімді болсаң неге айқасқа түсіп көрмеске? Өткір тіс жыланның жанына қатты батқан секілді. Қозғалуға ешқандай мүмкіндігі жоқ.
Койот қасқырлар тобырына тап болды. Аштық қысқан койот жолдағы өлексені байқап дәм татпақ болған екен. Бір-екі тістеп үлгерместен өзіне ұмтылып келе жатқан бөрілерді көреді. Қаншама қашып құтылғысы келгенмен қасқырлар жылдам әрі жыртқыш. Оны жан-жақтан талап өлтіруге дайын. Сиыр мен қой. Үй жануарларының кейде қақтығысып қалатыны бар, бірақ қой мен сиырдың айқасы ақылға сыймайтындай көрінеді. Мәселен, салмағы екі түрлі жекпе-жек шеберлері шықса не болар еді? Ал ол бәсекеде салмағы жеңілі жеңсе әлемдік таңданыс болар еді ғой. Мына бір бейнеде де дәл солай. Өзіне тұра ұмтылған алып сиырдан қаймықпаған қойдың жүрегі мықты екен. Нокаутқа бір-ақ түсіп. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт таяп қалыпты. Сіздермен қоштасуға мәжбүрміз. Әдеттегідей қауіпті әлемде сақ жүруге кеңес береміз. Бізде қызықты да үрейлі бейнероликтер өте көп. Бағдарламамызды әр апта сайын өткізіп алмаңыздар. Сіздермен болғанмен Есбол Қарағұл. Келесі кездескенше.